Ассалаумағалейкум, құрметті ғылым және ауыл арнасының көрермендері. Сіздермен бірге әдеттегідей мен Нұрғиса Қыдырбайұлы. Біз 2021 шөп шабу науқанын бастап кеттік. Олай болса, қазір мынау қолдан құрастырылған тракторменен шөп шабуды бастайтын боламыз. Мен бұл видеоның дауысын әдейі бәсеңдетіп, өзім видео түсіріліп болғаннан кейін дыбыстап отырмын. Өйткені мынау трактордың дауысынан сіздерге видео сапалы шығады деп ойламаймын. Олай болса, таң ата салысымен, әлі күн көтерілген жоқ, бірақ жарығы көріп тұрсыздар, өте әдемі, айнала өте жағымды. Қазір көршімізбен бірге, ал көрші отырағы Сайлау деген жігіт, шөп шабуға баратын боламыз. Ауылдан көп ұзамаймыз, өйткені шөп шабуға шабындық жер ауылдан өте ұзақ емес, жақын маңында жақсы, сапалы шабындық жайылым жерлер бар. Мысалға айталық, біздің қазіргі баратын жеріміз темір жол бойы, яғни екі темір жолдың ортасы. Ол жаққа баратын себебіміз, бұл жерге мал жазда жайылмайды, мал түспейді. Сондықтан да сол жерге барамыз. Бірінші жол үлкен темір жолдың бойы, ал екінші темір жол ол тұйықталу жолы, яғни Ақтау цемент зауытына арналған тұйықталған темір жол. Сол жерге баратын боламыз. Мінекей, темір жолдың бойынан өттік. Бұл біз жаңа айтып отырған Ақтау цемент зауытына баратын кішкентай тұйықталу темір жолы. Осы жолдан өтіп, қазір оңға бұрыламыз да өзіміздің шөп шабатын жерге барамыз. Кеше біз бұл жерге жеңіл автокөлікпен келіп кеткенбіз. Жайылым жерді, шабындық жерді, кешіресіздер, алдын ала көріп кеткен болатынбыз. Тырылдатып трактордың дәу қара дөңгелегін айналдырып, шабындық жерімізге де келіп жеттік. Екен, ол біздің трактордың салоны десек те болады. Ал ендеше тракторден түсейік. Шабындық жердегі шөптің қандай екен сіздерге көрсетейін. 1, 2, 3, хоп. Бұл біздің бағанадан бері жүріп келе жатқан тракторымыз. Анау шабындық. Шабындықтың ені өте тар, ал шөптердің биіктігі не көзі көріп отырсыздар. Қарыс сүйемнен асады, бір қарыс бір сүйем. Ең ұзын шөптер, мынандай басында дәні бар шөптер және жапырақ шөптер. Осы шөптерді бұйыртса қазір шабамыз. Мынау тракторменен. Мінекей, анау біздің шөп шабатын шалғымыз, шөп шабуға арналған, тракторға орнатылған. Артында тұрмасы бар. Екі жақ шетіне пакет қысырып қойғанбыз. Белгіленіп тұрсын деп. Сіздерге шөпті көрсетейін де, одан да мінекей шөп. Шөпіміз қазір дәні бар арасында, бірақ дәні толық піспеген. Және жапырақ. Бұл жапырақтардың тең жартысы осы далада қалады, өйткені бұның бәрін жинап алу өте қиын шаруа. Олай болса, құрметті ағайындар, аман сау болыңыздар. Келесі видеода аман есен жүздескенше.